Атажөнім Наурыза Оразхан Абдрахманқызы, осы мектептің бастауыш сынып мұғалімімін, 2-ші Б сынып жетекшісі, педагог-психологпын. Сіздің оқушыларыңыз осы кілемшені пайдаланғаннан кейін, сіз олардың бойына қандай өзгешеліктер байқадыңыз? Бастапқыда осы кілемшені пайдаланғанда ең бірінші бізге қызық болды. Балалар Қазақстанның картасымен танысты. Одан кейін әдетте біз қабырғада ілулі тұратын картаны көреміз ғой. Олар өздерінің аяғымен жүру арқылы бүкіл Қазақстанмен танысып шықты. Және оларға қызық болғаны, Қазақстанның қай жерінде не өседі, сонымен танысты. Өзгешелігі, балалар өзін еркін сезінді. Осы кілемшенің үстімен жүру арқылы тепе-теңдік сақтауды үйренді. Зейіні тұрақталды. Оларда көптеген сұрақтар пайда болды. Балалардың оқу белсенділігін қалай бағалайсыз? Балалар бастапқыда қорықты. Оларға үстімен жүргенде аяғымды ауыртты деді, жиырылып тұрды. Кейін бірнеше рет қайталағаннан кейін, бірнеше жүріп өткеннен кейін, олар өздерінің денесін сезіне бастады, еркін сезіне бастады. Оларда сұрақтар пайда болды. Көптеген сұрақтар пайда болды. Олар оң-сол, оңтүстік қайсы, солтүстік қайсы, орталық Қазақстан қайсы, орталық Қазақстанда қандай қалалар бар деген сияқты. Мысалы, мына жемістердің өзін апай, бұл ағаштар бізде өсе ме, мынау қай ағаштың жемісі деген сияқты сондай сұрақтар пайда болды. Олар өз арада диалог жасап үйренді. Бұл кілемшені кімдерге ұсынар едіңіз? Бұл кілемше 5-7 жастағы балалардың арасында пайдалану өте тиімді деп ойлаймын. Біріншіден өзінің отанымен танысады, жаңағы айтқан оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс деген сөздердің мағынасын ашады, кеңістік бағдарлауды үйренеді, сөздік қоры дамиды, қайда не өседі, жалпы табиғат тану, өлке тану үшін өте жақсы. Және ең бастысы, олар өзінің денесін сезініп үйренеді. Қазіргі таңда денесін сезіне алмайтын балалар өте көп. Кілемшені қалай ұтымды пайдалануға болады? Бұл кілемшені үзілістерде, қазіргі балалар енді барлығымыз білеміз, олар гаджетке, телефондарға тәуелді ғой. Сол бос уақыттарын тиімді ұйымдастырған кезде факультатив сабақтарда балалардың бір сергітіп алу мүмкін. Жаратылыстану сабағының үстінде неге пайдаланбасқа, дүниетану сабағында да пайдалануға болады. Жауабыңызға рахмет. Сағат сәттілік.